Okay guys, how are you? Hello again, today's our lesson. Сәлем балақайлар. Бүгінгі сабаққа тағы да қош келдіңіздер. Және бүгінгі біздің өтетін сабағымыз осы күнге дейін екінші модульде өткен барлық сабақтарды өткеннен кейінгі білімімізді тексереміз. Жарай ма? Енді кезекте өзімнің кітабымның 30-шы бетін ашамын. Open your books at page 30. Okay, students. On the 30th page, we see Liam. Yes? And his family trees. Do you know what does it mean, family trees? Сен family trees деген сөздің мағынасын білесің бе? Егер білмесең, ол отбасы ағашы деп аталады, иә? Отбасы ағашы өзіңнен басталады. Мына жерде Лиам отқандай, сен де өзіңнен баста. Егер де отбасы мүшелерінде ата-анаң, ата-апаң, әжең болса, міндетті түрде сенің отбасың үлкен деген сөз, иә? Сонда сенің ағашың да үлкен болмақ. Енді кезекте қараймыз. Тапсырма. Please read with me. Find the stickers at the back of the book. Then look, read and the number. Саған не дейді? Кітабының артындағы, яғни 130-шы бетте стикерлер бар. Соларды тауып, қарап, сәйкесінше осы ағаш, яғни отбасы ағашына жабыстыруың керек. Содан кейін барып нөмірлеп жазуың керек. Содан кейін барып оларды атауың керек болады. Окей? Бірінші сөзіміз оқиық бірге. Мами дегеніміз ол бізде 5-ші суретті көрген. Мами дегеніміз кім? Я, ана. Ана деген ол бізде осы 130-ші бетте өзін тауып, соны жабыстыра ғой. Ендігі кезекте екінші сөзді қараймыз. Daddy. Одан кейін астың жағында grandma, grandpa. Одан кейін ең соңғы сөзіміз sister. Сен бұл сөздердің барлығын білесің. Енді кезекте саған мен 2 минут берейін. Кітабының 130-ші беттегі артындағы стикерлерді алып, әдемілеп отырып жабыстырған. Okay? I'll give you about 2 minutes. Okay, my dears. I think you well done. Okay? Let's start. Read and circle. Task 2 at page 31. Яғни 31-ші беттегі екінші тапсырманы қарап қой. Read and circle. Оқы және дөңгелекте дейді, иә? Алғашқы суретті қараймыз. This is a chair. Егер де ол шынымен де chair болса суреттегі, сен yes-ті белгілеу керек. Ал егер жоқ болса, no-ды белгілеу керек. Окей. Бір-екеуіне көмектесең, қалған өзің істерсің, окей? The first. This is chair. Yes or no? How do you see? Yes. This is chair. And this is the next, second. Екінші сценарий. This is a bed. Bed. I don't think so. Мен олай ойламаймын. Сонымен no-ді дөңгелектеміз, иә, circle жасаймыз. Саған бір-ақ минут берейін, қалған өзің жасай ғой. Okay, my students, to do the next task, to do the third task, we need a lot of pencils, a lot of colors, because we will color, okay? Балақай, біз қазір келесі 3-ші тапсырманы орындау үшін бізге көптеген қарындаштар керек, түрлі түсті, өйткені біз қазір бояймыз. Саған тапсырма өзің көріп отқаныңдай, бізде не тұр? Chair, bed, radio and table.
осы төрт нәрсенің түсін бояу керек. Бірақ кез келген түске боямаймыз. Өйткені біз қазір тыңдалым жасаймыз. Бұл тыңдалымда осы заттардың түстерін айтатын болады. Окей? Мұқият тыңдап, осыларды бояй қой. Listen and color these things. Okay? I'll give you 3 minutes. Look at the table. Color the table green. Look at the radio. Color the radio orange. Look at the chair. Color the chair pink. Look at the bed. Color the bed yellow. Okay, my dear students. Okay, менің қымбатты оқушыларым, сіздерге енді айтар бір тақтаға жазар нәрсем бар. Сен өзің білесің, ана деген сөз мами, да? Оның бірақ басқа да синонимдары бар. Ол синонимді білу үшін маған тақтаға назар аудар. Look at the board. Қара. Look. Mother. Апай неге mother деп оқып тұр? Неге mother емес? Көп балдар солай оқып жатады, көп балалар. Қараймыз. Мен саған бір құпия ашам. T мен H екеуі қосылып алса, бізде the деген дыбыс шыға келеді. Немесе с деген дыбыс шыға келеді. Бұл жай ғана күнделікті біздің оқып жүрген з-с емес. Неге жай ғана з-с әр дыбысын беретін болса, онда бұл жай ғана z немесе s, c әріптері рөлін атқару керек еді. Бірақ бұл екеуі ерекше з мен с дыбысы. Өйткені ол екеуі сақау. Дұрыс естідің, сақау. Сақау дегенде бұл жерде бұлай болып тұр. Екі тісіміздің ортасына тіліміздің ұшын қоямыз. Содан кейін з-с деген дыбыстарды шығарамыз. Барлығаны сол. Кәне, қайталашы артынан тілмен бірге. Тіліміздің ұшын қоямыз. з. Сондықтан да mother. Бұл жерде тағы да бір құпия айтып кетейін. Саған алдыңғы сабақтарда айтып жүрген дұрыстап оқу үшін осы дыбыстардың қосылып кеткендегі қандай дыбыс беретінін біле жүрдер, Қарай ғой, егер де и және r әрпі қосылса, бізде екеуі қосылып алып дыбысын береді. Сондықтан mother емес, mother дыбысын береді. Сөздің соңында көбінесе кезігеді мынандай екі әріп. Сондықтан да көрген кезде сен білесің. Альфия апай деп айтқан болатын. Сондықтан да mother. Келесі сөзіміз b әрпі b дыбысын береді, r дыбысын береді. Өзің оқып көрші кәне. Қалай оқисың бұл сөзді? Мына дыбысты үйреттім. Мына екі дифтонгтар үйреттім. Қосылған кезде қандай дыбыс береді деп, Кәне, ешусен бұл сөзді. Бұрыннан білесің, бұл аға деген сөз. Brother. Дұрыс айтасың. Good job. You are right. Brother. Бұл аға деген сөз. Сонымен балақай, бүгінгі үйретейін деген әрпім осы T мен H-тің қосындысы. Яғни бұл жерде бұлар сақау з немесе сақау с-ның дыбысын беріп тұр. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сен бүгінгі барлық сынақтан сүрінбей өттің, барлығын біледі екенсің. Good job. Және келесі сабақта сен біздің осы People's Book'тағы 119-шы бетте сөздік
сөздікте көптеген сөздер бар. Сол сөздердің барлығын сен білуің керек. Сондықтан да келесіде кездескенше. See you the next time. Goodbye.